Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге әдеттегідей Bamix YouTube арнасы. Бүгінгі таңда біз сіздерге қалада, әсіресе Алматы қаласында зығырларыңыз шыққан, қандарыңызды ішкен мопедистер туралы және де оның мопедтері туралы айтатын боламыз, жігіттер. Нақтырақ айтсақ, біз бүгін жігіттер сіздерге Bamix-тің Т1 моделіне обзор жасайтын боламыз. Т1 моделін таныстыра кетейік, жігіттер, сіздерге. Міне көріп тұрғандарыңыздар, алдымызға біз Т1-дің екі түрлі светін алып келдік. Қара, қызыл светтерін. Қара цветін айта кетсек, міне қара цветі өздеріңізге белгілі ангелский көздерімен диод шамдары және де мына астында тоже диод шамдарымен орналасқан поворотник барлығы жанып тұр, стартер барлығы істейді, как положено, сигнал барлығы бар. Және де жігіттер, бұларда бізде Bamix-те қазір көптеген мопедтерде бар ғой, автозаводка, сигнализация обязательно бірге жүретін болады, жігіттер. Содан кейін моторына тоқтала кетейік. Моторы 150 кубтық. Көбісінде мопедтерде 125 кубтықтар тұрады, немесе 150 кубтық тұрады. Бізде жігіттер мопедтің бәрінде Bamix компаниясында 3 түрлі мопед дизайны бар. Қазір таңда Т1, Т2, Т3 дегеніміз. Т1 дегеніміз осылай міне М8 форматында жасалған 150 кубтық моторында Bamix деген жазу жазылған, яғни бұл оригинал екендігі, что Bamix сіздерге 1 жылға гарантия беретіндігі, ешқандай жауапкершіліктен қашпайтындығы туралы нақтырақ гарантиясымен как положено. Т2 мопедіміз біздің БВС немесе самурай мопедтеріне ұқсас жасалған дизайнда. Ал Т3-іміз біздің танк мопедтеріміз, жігіттер. Танк өздеріңізге белгілі, қазір таңда тіпті Орта Азия жерлерінде, Орта Азия мемлекеттерінде бұл танк мопеді үлкен сұранысқа ие болып, үлкен брендтерге айналды, жігіттер. Енді нақтырақ, жігіттер, өздеріңізге белгілі, алдынан бастайық, обзорды жеке-жеке көрсетейін. Міне, алдыңғы дискісіне келсек, дисковый тормозда, яғни бұлар барабанмен жүрмейді, дисковый алдыда және де артыда дисковый тормоздан, жігіттер. Өздеріңізге қарасаңыздар, покрышкасы городской форматта жасалған, протекторлы емес, өйткені протекторлы форматта болса, мынандай трассаларда ол тез желініп кетеді. Бұл городской типта жасалған, жігіттер. Крылосы көтеріңкі, кәдімгі мопедтердік сияқты, жігіттер. Алдыңғы мордасы пластиктен, полный пластиктен. Міне қарасаңыздар. И бұның дизайны өте ерекше, жігіттер. Маған енді М8-ге қарағанда, М8-нің түп тамырына қарағанда, осы Т1 өте жақсы. Енді кезекте қызыл мопедтерді тоже көрсете кетейік сіздерге. Міне алдыларыңызда көргендегідей щиток приборды өзі как положено полностью бәрін көрсетіп тұр. Камера 50-дің щиток приборы сияқты көк светте әдемі жасалған, жігіттер. Және де багажниктарына қарасаңыздар, міне багажниктары үлкен көлемде, 5-7 литрлік сыйымдылығы бар. Ішінде осындай запас ключтарымен бірге, комплекттарымен бірге полностью жүреді, жігіттер. Және де, жігіттер, бұл 150 кубтық моторлы болғанымен сіздерге 49 кубтық біз документін, яғни сертификатын беретін боламыз, жігіттер. Болған ешқандай номер, гос номер ештеңе керек емес. Бастарыңызда дәл осындай шлем болса болғаны, сіз қалада да, далада да жүре бересіздер, жігіттер. Және де бактың сыйымдылығы 5 литрге дейін болатын болады. Міне бактың ашатын жері мына жерде тұр. Нақтырақ. Полностью бәрі, жігіттер. Енді айтып жатырмыз, жігіттер, сіздерге айтып жатырмын осы мопедистердің өмір тіршілігі жайлы. Енді нақтырақ сол туралы мен сіздерге қазір өзіміздің филиалымыз бар, мопедистердің жиналатын жері, сол жер туралы нақтырақ көрсете кетейік. Кеттік, соған барайық. Басымызға шлемді киеміз, обязательно безопасности сақтаймыз. Бисмилля. Кеттік, тайып. Құрметті достар, міне көргендеріңіздер Bamix-тің кезекті филиалына, яғни Магнумға келдік. Мопедистердің орталығы. Міне как раз айтып жатырмын, жігіттер, өзіміздің балалар жүр, всегда келіп, всегда осы жерден запчастарын алып, и так далее. Осы жерде сход болады, осы жерде жиналып әңгіме айтамыз, осы жерде колонкамен билейміз, и дальше қызықтар болады. Қалай? Не жаңалық? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не айтамыз? Міне жігіттер, өздеріңізге белгілі клиенттеріміз осы жақта мопедистер жүреді. Қалайсың? Қалың қалай? Есімің кім болады? Уағалейкум ассалам. Шыңғыс та? Қалай, запчастар керек запчасын таптың ба? Барлығы күшті. Барлығы күшті, ұнап отыр ма? Міне жігіттер, запчастың бағасы бойынша да осы жерге клиенттеріміз басқа да филиалдарды Алматының ішіне аралап келіп, бағаларын салыстырып, соның өзінде осы жерден арзан бағада өздеріне керекті мопедтің запчастарын тауып кетіп жатыр, жігіттер. Жүр, Шыңғыс ішке бірге қарайық, қандай запчастар бар екенін тексерейік. Сенде қандай мотоцикл? Қандай мопед? М8. М8 ба? Қанша қалып едің М8-ді? 110 мыңға. Бушни алдың ба?
қолдан алдым да. Міне, алдыларыңызда уже запчастар тұр. Кез келген запчастар дайын тұр. Яғни жігіттер, тағы да бір айтатын жағдай, аптаның 7 күнінде де, яғни 24-те 7 сіздерге қызмет етуге дайын тұр. Міне, осы жерде өзіміздің жігіттер сатылымға, міне, Ердана, Қажет, Өркен, Ерназар, тағы да басқа жігіттер кезек-кезек осы жерде сатылымға тұратын болды. Яғни сіздерге, клиенттерімізге обслуживать ететін жігіттер. Ал, көрсете кетейік, мына жақта қандай запчастар көріп тұрсыздар, міне. Арттағы көргендей багажниктар задний, сосын ремендер жігіттер. Және де көптеп сұрап жатқан Powerlink ремендерінде осы жерден таба аласыздар. Жігіттер, өздеріңіз көрдіңіздер, міне келдік. Қазір біз енді жігіттермен көп нәрсе көріп тұрмын, бірақ енді көп запчастардың аттарын білмеймін. Енді мотоцикл қарағанда мопедтердікі бөлек болды. Сол жерде бізде өзіміздің Ораш бауырымыз тұр. Танысып қойыңыздар, Ораш. Ораш, қазіргі таңда 2023-те немесе хит товарларың бар ма? Қандай товарларың бар? Сұраныста отқан андай акрап деген крышлактар бар. Сұраныста өте жақсы. Бұлар калиясымен бірге сатамыз. Өте сапалы. Калинасымен бірге қанша болады бағасы? Екеуі бірге 25 мың болады, өте қолайлы бағада. Екеуі бірге 25 мың жігіттер. Калинасымен бірге Акраповичтар. Қолайлы бағада таба алмайсыздар, сапалы өте жақсы. Иә. Содан кейін жігіттер, Акрапович айтып жатырмын ғой, бұның не қажеті бар? Енді қалада мопедтердің дауысы жұмсақ шығады, ақырын шығады, немесе таксисттер, немесе жол жүргізушілер көбінесе білмей жатады. Қасынан сіздер аралап өтсеңіздер, яғни сіздің келе жатқаныңызды нақты көрсететін болады. Және де бұл сізге сәнділік бірінші, екінші дауыс жағынан өздеріңізге жастарға ұнайды. Дауыс жағынан аграп айғайлап тұрады ғой. Тағы да қандай варианттарың бар? Новый поступление келген. Новый поступление. Шлемдер келген осындай. Өте әдемі, жақсы сапада. Бұндай да қымбат басқа точкаларда қарасаңыздар 60-70 мыңнан сатады. Ал бізде қолайлы бағада 35 мыңнан бар. 35 мың теңгеден дәл осындай шлемдерді аласыздар жігіттер. Асты үсті полный жабық. Визорын қараңыздар. Визор хамелеон жалтырап тұр. Күнге де ыңғайлы болатын болады жігіттер. Сосын тағы да және де Ораш мына жерде неме деуші еді? Мынандай вариатор, спорт вариатор дей ма? Кәдімгі обычный вариатор, ол не разницасы бар? Ораш? Мынандай простой болып тұрады. Простойлар да бар да? Простой болғанда екеуі де спорт вариатор, бірақ просто төменірек, бағасы төменірек болады, жақсырағы ғой. Екі түрлі вариантта бар да, бағасы мықты. Спорт вариатор да осы жерден таба алады екенсіздер жігіттер. Жігіттер, енді мопед туралы мен көптеген жылдар бойы опыт жинаған жоқпын, соның бірегейі бізде Ерназар көбінесе осы точкада тұрды, осы точкада білет. Информация бере кетсін. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бұл мопедтің запчасын сататын бутикте, яғни кез келген запчастарыңыз таба аласыздар өздеріңізге деген. Және де ең қолайлысы 24-те 7, яғни Алматы қаласында кез келген жерде бұзылып қалған болсаңыздар, осы бутиктің номеріне хабарлассаңыздар, курьермен болсын салып жібереді, немесе осы жерге келіп, осы жерде жасайтын өзіміздің ағалар бар. Осы жерге жақында не салынып жатыр? Бокс десек те болады, мопед жасайтын. Сол боксқа келіп, бұл өздеріңіз мопедтеріңіз жасатқызып алсаңыздар да болады. Кез келген осы жерден запчас алып, осы жерге жасатып алсаңыздар болады. Және де жігіттер, мына жерде бірдеңке салынып жатыр, енді нақты не салынып жатқаны туралы көрсетейік. Кірейік. Жүріңіз. О! Дархан аға! Жұмыс жасап жатыр Дархан ағамыз. Мешет етпеңдер. Ассалаумағалейкум Дархан аға. Қалайсыз? Қалыңыз қалай? Уағалейкум Мешет еткен жоқпыз ба сізге? Bamix YouTube арнасынан келіп тұрмыз сізге. Енді осы жерде Bamix туралы видеолар түсіріп, YouTube-қа түсіріп, как положено көрсетіп жатырмыз. Енді маңындағы точкаға келдік. Бұл жерде не істеп жатсыздар аға сонша? Йо-май, қоршап бұның бәрін. Бұл жерде байып жатырмыз. Байып жатырмыз ба? Иә. Үлкейіп жатырмыз. Екі этажда магазин саламыз. Мына жерге. Екі этаж жігіттер. Бұлайы 6 метр, бұлайы 10 метр болады. Бірінші этажында түгел мотоциклдің ұсақ түйек саймандары. Мотоцикл, мопедтердің көбісі де? Мотоцикл, мопед болады. Екінші этажында жаңағы компьютерный клуб сияқты болады, кальян болады ішінде отырып. Что-то, мобилистер қалай? Екі этажды, бірінші этажы сіздерге запчасть ұсынатын болады, аксессуарлармен как положено. Екінші этажы айтып отыр Дархан ағамыз, кальянмен кайфовать етіп PlayStation немесе компьютер көп болатын болады жігіттер. Оның жанында бөлек гараж болады, мопед ремонттайды. Осының қасында да? Қасында болады. Ода не болады сонда? Ремонт болады ол жерде. Бұзылған мотоциклдің бәрін осы жерде жасап, мопедтің бәрін жасап отырамыз. Вот, жігіттер, сіздер мына жерден дайын келесіздер, қалада кез келген жерде бұзылып қалдыңыздар. Доставкамен запчастын жеткізіп береміз. Болмаса осы жерге келіп, дайын мопедтің запчастарын алып, немесе ремонттамай атсаңыздар, осы жерде дайын гаражда арнайы мастерлар өздеріңіздің мопедтеріңізді ремонттап жасап беретін болады жігіттер. Оны ремонтын күтемін десеңіздер, екінші этажға шығып, кальян тартып,
PlayStation ойнап, ремонт дайын болғанша күтесіздер жігіттер. Услуга. ыстық шайың, суың бәрі болады ішінде. Жігіттер. Қыста барлық жағдай қарастырылған, да? Жағдайың жақсы болады. Керемет. Отопление қалай болады аға? Отопление электрический болады ғой. Электрический болады, да? Жылы болады бәрі, да? Бәрі жылы. Осы жерден келіп жылынсаңыздар болады, жігіттер. Так, бұның адресін мен нақтырақ білмей тұрмын. Мына жерде мен айта кетейін, сонда да Рысқұлова мен Момышұлының қиылысындағы Магнум. Нақты адресі қалай, Ерназар? Нақты адресі Хан Чатыр 273/2. Хан Чатыр 273. Магнумның парковкасында. Иә. Момышұлының бойындағы Магнумның парковкасында. Толық адресті айттық жігіттер сіздерге. Толық информацияны астыңғы описаниядан таба аласыздар. Яғни телефон номерларымыз жазылып тұр. Сол жерден жазып, полностью информацияны ала аласыздар жігіттер. Жігіттер, Bamix YouTube арнасы тағы да кезекті шығарылымдарын келесі видеоларда көрсететін болады. Подпискаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, достарыңызға тарата кетіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар.